Саламатсыздар ма? Бүгін 6 сынып Арман ПВ оқулығы 16 тақырып тіл әліпбиі синтаксисті өтетін боламыз. Балалар, келіңдер ойланып көрейік, программа деген не? Python тілінде жаңа терезені қалай ашамыз? Python тілінде жаңа терезені ашуды алдыңғы сабақта көрсеткен болатынмын. Ал енді бүгін сендер тіл әліпбиі синтаксисі, Python тіліндегі сызықтық алгоритмдерді жазу туралы үйренетін боласыңдар. Python тілінің әліпбиі латын әліпбиінің бас әріптерінен А-дан Z-ге дейін және латын әліпбиінің кіші әріптері кішкентай А-дан Z-ге дейін сандар, яғни 0-ден 9-ға дейінгі сандар, арнайы белгілер, тырнақша, түсіндірме, жақша, тік жақша, қосу, алу деген сияқты бірталай таңбаларды қолдануға болады екен. Тіл әліпбиі программаның элементтерін құруда қолданылатын символдар жиынтығы. Енді бұл жерде Python тілінің синтаксисін түсіндіріп өтейін. Жолдың соңында нүктелі қойылмайды, операторлық жақшалар қойылмайды. Оның орнына бос орын, табуляция символы, жаңа жолға көшу таңбасы және бос нүкте қолданылады. Программалау тілінің синтаксисі программа жазу барысында сақталуға тиісті тіл ережелерінің жиынтығы. Бұл жерде тор белгісі берілген оқулықта. Бұл бос программа, яғни түсіндірмелі жақша рөлін атқарады екен. Программаның ішінде. Программаның ішінде жазамыз, оның жанына дәл осы торды қойып, арқарай түсіндірмелі жақшаны жазып қойсақ болады екен. Транслятор дейді. Транслятордың екі түрі бар. Интерпретатор және компилятор деген. Соны интернеттен балалар қарап көріңіздер, немесе басқа оқулықтардан іздеп көріңіздер. Ол екеуінің қызметі қандай екен, сіздерге тапсырма. Транслятор ағылшын тілінен аударғанда аудармашы деген мағынаны білдіреді. Берілген программалау тіліндегі программалау кодын машиналық кодқа түрлендіретін арнайы программа. Айнымалылар программаның орындалуы барысында әртүрлі мәндерді қабылдай алатын шамалар. Айнымалылар программадағы ақпараттың орналасу орнын анықтау үшін қолданылады. Айнымалының атаулары тек әріптерден, сандардан және астыңғы сызықтардан тұрады. Айнымалы атауында сан бола алады, бірақ саннан басталмайды еш уақытта. Естеріңе сақтаңдар. Программа нәтижесінде экранға шығарылатын сөздер тырнақшаға алынып жазылады, немесе тырнақша орнына дәйекше қолдануға болады. Мысал үшін, мысалын қарастырып көрейік. 38-ші суретті қарастырайық. Кез келген екі санның қосындысын табатын программа құрастыру. Яғни А-ны, Б-ны енгіз деп тұр бізге. Int input арқылы, input дегеніміз енгіз, int дегеніміз бүтін сан, яғни integer деген сөзден алынған. Ал енді программа нәтижесінің қарайтын болсақ, бұл жерде мынау int, яғни айтып өткенде integer деген мағынаны білдіреді. Input A-ны енгіз, B-ны енгіз, print, яғни нәтиже шығару, print қосындысы деп бұл жерде бізге беріп тұр. А-ны енгізгенде 9 санын берді мысалы. Б-ны енгізгенде 3 саны, екеуінің қосындысы 12 шықты, яғни программа нәтижесі 12 шықты. Ал енді осы программаны өзгертіп көріңдер, өздерің тәжірибеде жасап көріңдер, оқулықта берілген бұл. А тең деймізде, А-ны қосамыз 1-ге, Б-ны қосамыз 1-ге. Яғни нәтиже астында көрсетілгендей 9-ды 3-ті берсек, біз алдыңғыда бізде 9-ды 3-ті бергенде 12 шыққан еді. Ал ендеге 14 шықты, өйткені 9-ға 1-ді қосып тұр мына жерде, және 3-ге 1-ді қосып тұр. Сонда нәтиже 14 шығады. Компьютерде орындайық тапсырмасы берілген оқулықта. Екі санның көбейтіндісін есептейтін программа құрыңдар. Екі таңбалы немесе одан да көп таңбалы екі санның қосындысын есептейтін программа құрыңдар. Екі санның арифметикалық ортасын есептейтін программа құрыңдар дейді бізге. Осыны қазір мен сіздерге көрсетіп берейін. Яғни Python'да жасайтын боламыз. Бұл жерде мен сіздерге уақытты үнемдеу үшін арнайы теріп қойып отырмын.
яғни теріп болғаннан кейін А-ны, Б-ны енгіз дейсіз. Print, яғни нәтижені шығарып көресіздер, қосындыны алып көресіздер. Run батырмасын басқан кезде бізде мінекей А санын енгіз деп шығып тұр бізге. А санын енгіз дейді. Яғни біз мысалы 20 беруіміз мүмкін, Б санын енгіз дейді, 10 беруіміз мүмкін, Enterді басу арқылы. Сонда бізде қосынды 30 шығады екен. Енді консольмен жұмыс жасап көрсеңіздер де болады екен. Оны жабайық. Келесі бұл жерге келесі тапсырмамыз не дейді бізде? Қазір біз екі санның кез келген екі таңбалы сан ба, үш таңбалы сан ба қосындысын және көбейтіндісін тап деп тұр. Кейін арифметикалық ортасын. Бұны да теріп дайындап қойдым мен сіздерге. Мінекей көбейтіндісі және арифметикалық ортасын жаздым. Ал енді орындауға жіберіп көрейік. Run батырмасын басып, сақтап аламыз, яғни бізге А санын енгіз деп тұр, яғни 20 деп беріп көрейікші. Б санын енгіз дейді, 10 деп беріп көрейік мысал үшін. Яғни қосынды бізде 30, көбейтінді 20, арифметикалық ортасы 15 болып шығады екен. Мінекей мысал үшін бұл жерде мынаны алып тастасаңыз да болады мысал үшін. Print, яғни жеке-жеке жазып көрсеңіздер де болады. Мынаны алып тастаған күнде мысал үшін екі санның қосындысын таптық. Енді екі санның көбейтіндісін тап десек те болады астына. Мысал үшін мына қатар алып тастасақ болады екен. Сіздер де тәжірибеде жасап көріңіздер. Run көрейік. Бұл жерде А-ны енгіз дейді. Мінекей енгізіп көреміз қазір біз. Мысал үшін 20 дедім жаңа бергендей. 10 енгізіп көрейік. Көбейтінді 200 шығады екен. Яғни бұл жерде қосындыны алып отырмын, алып тастап отырмын. Яғни арифметикалық ортасы 15 шығады. Арифметикалық ортаны табуды білетін боларсыздар. А мен Б-ның қосындысы және екеуінің қосындысын бөлеміз. Дәл сол санға. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Егер менің сабағым ұнаса, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі сабағымды күтіңіздер.